Сәлем құрметті тыңдарман, қиссамызды бастамас бұрын арнамызға тіркеліп, мені қолдай отырыңыз. Сүлеймен пайғамбар қиссасы. Сүлеймен пайғамбарға Аллах тағала жер бетіндегі жортқан аң, ұшқан құс, судағы балықтың тілін білетін қасиет артты. Ол сыртқа шықса, тау, тас, ағаштар өздеріне хабар беріп кәдеге жаратуын сұрап тұратын. Біреуі, менде алтын бар, күміс бар, соны ал десе, енді біреуі, қойнымда інжу жақұт жасырылған, игілігіңе жарат дейтін. Сүлеймен жастайынан шешендігі мен даналығымен көзге түседі. Бірде екі кісі дауласып Дәуіттің алдына келеді. Біреуі, егініме сиырын жіберіп бидайымды жегіз, бала-шағам аш қалды десе, екіншісі, егінін қоршап қоймай ма, сиырда ақыл бар ма деді. Дәуіт әрі-бері ойланып екіншіге, сен астығың үшін сиырын ал деп билік айтты. Малшы егіншіге сиырын бермеді. Дау өршіп, Дәуітке тағы келді. Сол кезде есік аузында ойнап отырған Сүлеймен, әке, билігің қате, екінші тамақтан тарықпас үшін сиырды алып су алғанша сүтін ішсін, егіні піскенде малшыға бидайдан үлес берсін деді. Бұл сөзге малшы да егінші де риза болды. Бірі сиырын, бірі егінін беріп, дос болып кетіпті. Бір күні бала Сүлеймен ойнап жүріп жылап отырған әйелді көрді. Жанына келіп, апау, неге жылайсыз деп сұрады. Әйел, қарағым, жыламай қайтейін, екі жетім балам бар, өзім қарағасқа кедейм, жалғыз-ақ пұт бидайымыз бар еді, диірменшіге ақысын беріп, тарттырып алып, қапқа салып арқалап келе жатқанымда қатты дауыл соқты, өзімді домалатып жықты. Ұн-пұнымен қоса қабымды ұшырып әкетті, артынан қуып, өкпем өшіп жете алмай құладым. Жел қабымды дарияның дәл ортасына алып кетті. Егер суға батса, сүңгісем де су түбінен алар едім. Көз жетпес теңіздің ортасын әкеткенге титығым құрыды. Шешеміз ұн тартып әкеледі деп қуанып отырған балаларыма не деймін? Соған ішім ашып барады. Оны да қойш, әлгі қабымды қимайым, еңбектеніп қолдан тоқып алған едім, деді. Апа, ендеше патшаға барып арыз қылыңыз, желден үлесіңізді әперсін, деді. Әйел Дәуіт патшаға барып мұңын шақты. Патша әйелдің арызын тыңдап болған соң оған 2 пұт бидай берді. Әйел қуанып, жасың мың болғыр-ай, балаларыма құрғыл бармайтын болдым, тәубе, деп қапты арқалап сарайдан шықты. Сүлеймен әйелді көріп, патша не деп айтты, деді. Айналайын әділ патшамыз 2 пұт бидай берді, деді. Әй апа, сен тіленші ме едің? Дауыл соғып, оныңнан айырылып қалдың емес пе? Патшаның қазынасын олжа көріп қуанба, желден ақымда бер деп айт, деп қайта жіберді. Әйел қайта кіріп патшаға арыз қылды. Патша 3 пұт бидай бергізді. Әйел сарайдан тағы да қабарқалап қуанып шықты. Сүлеймен әйелді кері қайтарды. Апа, біреудің кесірін екінші біреуге төлету әділеттік емес. Сіздің ұныңызды патша емес жел алды. Алған ұры қайтарсын. Әкеме айтыңыз, шын пайғамбар болсаң, желді жауапқа тартсын, деді. Әйел патшаның сарайына қайта келді. Ұнды патшаның алдына тастай салып, әй қарағым Дәуіт, мен сенен ұн сұрап келген қайыршы емеспін. Мені үйтіп алдама, шын патша болсаң желден ақымда бер, деді. О заманда бұ заман желмен кісі дауласқан ба? Ендеше 5 пұт бидай ал, деді Дәуіт. Қатын қуанып, патшаға алғысын айтып, 5 пұт бидай алып шығып кетті. Бір кезде қайта кірді де бидайды патшаның алдына тастап, маған бидайдың керегі жоқ, дауымды әділдігіңе салып бер, қанша берсең де қайырыңа ризалығым жоқ, деді. Дәуіт таңғалып, әй қатын, сен қандай жансың? Менің алдымнан қуанып, құлдық бас деп кетесің де далаға шығып қайта кіресің. Саған далада біреу бірдеме үйретіп тұр ма? Шыныңды айтшы, деді. Тақсыр, сіздің кенжетайыңыз еркіме қоймай қайта-қайта жұмсап жатыр, деді. Дәуіт тысқа шығып, әй балам, не үшін бұл әйелді әуре қылып қайта-қайта кіргізе бересің, деді. Сүлеймен, көке, сіз Құдайдың жердегі халифасысыз, әділ шешім шығарыңыз. Ақиретте де біреудің қиянатына екінші біреу жауап бермейді. Жел кесірін тигізсе айыбын өтесін, оның орнына сіз ақысын төлемеңіз, деді. Дәуіт бұл сөзді жөн көрді. Бір дұға етті де желді құзырына шақырды. Жауап алды. Жел, уа Алланың елшісі, бұл істе менің ықтиярым жоқ. Ысырапыл періште жұмсады, бұйрығын орындадым, деді. Дәуіт Ысырапылды шақырып жөн сұрады. Ол, уа Алланың расулы, ол әйелдің қабы мен оның өз бетімен желге алдырғаны жоқ. Дарияның жүзінде бір сауда кемесі кетіп бара жатыр еді, іші толған дүние мүлік,
Сол кеме тасқа соғылып бір бүйірі жарылды. Кемедегі жұрт жарықты бітерге шамалар келмей суға қарық боларлық дәрежеге жетеді. Сол уақытта саудагерлер ұлардай шулап Құдайға жыласты. Уа жасаған, осы дарияға батырма, балыққа жем қылма, бізді саламат шығарсаң, жол садақасына кемедегі халықтың хақ жарымын жетім жесірге бөліп берер едік, десті. Олардың шын жылағаны сонша Құдай тілегін қабыл етіп, маған бұйырды. Пәлен жерде бір жесір әйел қаппен ұн алып арқалап келе жатыр. Соның ұнын қабымен қоса көтеріп алып келіп, кеменің жыртығына тық деді. Мен әмірді орындадым. Кеме апаттан аман қалды, есесіне жетім жесірлер бір тойды деді. Айтқандай, осы кезде қаланың сауда кемесі келіп тоқтады. Ішінен саудагерлер шығып, кедей-кепшік пен жетім жесірге азық үлестіре бастады. Дәуіт әлгі әйелді ертіп керуенге жақын келді. Әйел өзінің қабын танып қуанып кетті. Дәуіт болған жағдайды саудагерлерге баяндады. Олар әйелге алғысын айтып, нәзір берді. Әйел бір сәтте байып шыға келді. Шуда жіп пен жуан ине алып, қабының аузын жамап алды. Осылайша бала Сүлейменнің тапқыр ойының арқасында әділдіктің туы тігіліпті. Сүлеймен мен Былқыс. Бір күні Сүлеймен аң құстарды түгел жинады. Сөйтсе, жиналысқа көкек келмей қалды. Сүлеймен қаһарланып, оны алып келуге бүркітті жұмсады. Бүркіт көкекті тауып алып келді. Сүлеймен, қайда жүрсің деп сұрады. Саба атты қалаға бардым. Нағыз ертегілер ел екен. Онда Былқыс деген ару патшаны көрдім. Ай десе аузы, күн десе көзі бар, балдан тәтті сөзі бар, хасудың өзі екен. Нәзік даусына мас болып, 3 күн естен танып жаттым, деді көкек. Сүлеймен Былқысқа сыртынан ғашық болды. Көкекті елшілікке жіберіп, оны өзіне қонаққа шақырды. Былқыс сән салтанатымен бірге келмек болады, бірақ Сүлейменге хабар жіберіп: егер хақ пайғамбар екені рас болса, менің сынағымнан өтсін. 100 адамды бірдей етіп киіндірем. Олардың түріне қарамастан, ол не қыз екенін айырсын. Құмырамды суға толтырсын, бірақ оған жер бетіндегі ешбір судан алып қоспасын. Жіберген билердің буаз қысырын сыртынан қарап айтып берсін. Жақұт тастар жіберем. Асыл тастарға ешбір дию пері адамның қолын тигізбей ортасынан тессін де жіп өткізіп алқа етіп өзіме қайтарсын. Мен Сүлейменнің сарайына жеткенше менің тағым өзімнен бұрын барып күтіп тұрсын деп шарт қойды. Сүлеймен Былқыс жіберген 100 адамға жерге жайғасып отырыңдар деді. Олардың тең жартысы малдас құрып отырды. Соған қарап ұл қызын бірден айырды. Аспандағы бұлтқа әмір беріп, құмыраны аспан суына толтырды. Билерді қуып айдатады. Ішіндегі тез терлеген биелерді көріп, олардың құлынды бие екенін бірден білді. Жақұт тастарды пештен 2 құрт келіп тесіп берді. Ортасынан жіп өткізіп, алқасын өзіне қайтарды. Кезек Былқыстың тағына келгенде Сүлеймен: кім Былқыстың тағын жылдам әкеледі деп сұрады. Самұрық құс: орныңнан тұрып отырғанша тағы осында болады, деді. Сәмәдүн деген дию: басыңды солдан оңға бұрғанша әкеп берем, деді. Асып ұлы Бархия деген әулие: көзіңді ашып жұмғанша жеткізе алам, деді. Сүлеймен Бархияның кереметін көргісі келіп, оған рұқсат етті. Көзді ашып жұмғанша алтын тақ алдында тұрды. Сүлеймен: қалай жылдам әкелдің, деді. Ол: ұлық Алла адамның рухын бәрінен артық етіп жаратқан. Адамның жүрек көзі ашылып, рухы кемеліне келсе, әлемге қол жетпейтін нәрсе болмас, деді. Осының бірі мейірімді, ұлық Алла бір Алланың шексіз шарапаты, деді. Сүлеймен риза болды. Осылайша Сүлеймен Былқыстың барлық сынағына сүрінбей өтіп, оны өзіне адал жар етіп алыпты. Сүлеймен мен құмырсқа. Бір күні Сүлейменнің әскерін көрген құмырсқа патша әскеріне: дереу үнге тығылыңдар деп бұйрық берді. Сүлеймен күліп: неге қаштыңдар, деді. Құмырсқа: әскермен бізді таптап кетпес үшін, деді. Сен неге қашпадың? Мен басшымын. Елге қиындық келгенде есі дұрыс патша жан сауғалап қашпас болар. Сен руыммен деген, деді. Сүлеймен таң қалып: өзің жәндіксің, танылықты қайдан білесің, деді. Құдай елімді саған ғана берген деп ойлама. Алла даналықты қалаған құлына ғана береді, ал мал мүлікті қаламаған құлына да бере береді, деді. Сүлеймен оның ақылына риза болып, әңгімеге тартқысы келді. Алладан ілім ғана сұрағанша неге мен сияқты билікті де қоса сұрамадың, деді. Ең ақылды адам ел билеуден аулақ болған адам. Алладан болмысты сұрамадым. Бір ретте Алла менен: атыңды Сүлейменнен асырайын ба, әлде жасырайын ба, деп сұрады. Бұл дүние о дүниенің көлеңкесі.
желмен жарыспа, көлеңкені қума деген. Болмасқа, толмасқа мақсатты салмайын деп дүниенің атақ даңқынан өзім бас тарттым. Атақ пен даңқ өлген кісіге пайда бермейді, бірақ тірі адамға өлгенше тартқызатын азабы бар. Алла маған онсызда мекендеуге 40 қабат жердің астын берді. Қаламасам да 40 рулы елге басшы қылды. Ынсап сайын береке, маған осы жетеді. Құдай саған не берді, Сүлеймен? Деді құмырсқа. Сүлеймен сасып қалып, 18 000 ғаламның билігін берді. Ашсам алақанымда, жұмсам жұдырығымда деп жұдырығын көрсетті. Әй Сүлеймен, ақылды адам жұдырықпен ел басқармайды. Ел ақылыңа байланады, махаббатқа маталады. Басқа қандай құдіретің бар? Алла желді құзырма берді. Ерттеп мініп бір күнде 1 айшылық жол жүрем. Алла желді не үшін берген ұқпадың ба? Бұл дүниенің ісі жел сияқты жылдам өтеді. Көзге көрінбейді, қолда тұрмайды. Мұндай тұрағы жоқ желді мінгенше, білім пырағына мінгеніңде көзі ашып жұмғанша аршы күрсі ғарш әлемнің бәрін алар едің. Тағы нең бар мақтанатын? Алтыннан жасалған тағым бар. Отыруға жерде жетеді. Алтын баянсыз. Билігіңнің баяны болмайды екен. Басқа қандай құдіретің бар? Жер жүзіндегі жын мен періні құл еттім. Жын пері күл қоқысты мекендейтін зұлымдыққа жаны құштар мақлұқ. Олардың адамға пайдасынан зарары көп. Одан да Алланың бүкіл қызметіне алаңсыз қараушы періштемен дос болғаның абзал. Тағы не артықшылығың бар? Қасиетті жүзігім бар. Алла барлық билікті осы жүзікке сыйғызды. Алланың алдында сенің билігің бір түйір тас екен. Оған мақтанба. Алла қаласа билікті кез келген пендеге бере алады. Жүзігінен айырылсаң, сенен өткен бейшара жан табылмас, деді. Сүлеймен сөзден жеңілді. Өзін жұрттан артық, елден ерек, ақылды деп санағаннан ұялды. Құмырсқа Сүлейменге: әскерің айт, бізге қонақ болсын, осында түнеңдер, деді. Әй Құмырсқа, бізді қалай күтесің? Тойдыруға азығың жетпес, деді. Құмырсқа әніне кіріп, шегірткенің артқы аяғын алып шықты. Мынау не? Деді Сүлеймен. Саған және әскеріңе тамақ, шегірткенің аяғымен бізді қалай тойдырасың? Тойымды Алла береді. Алып құж Нұқтың жарты шелпек нанына тойған. Үй егесінің асына емес, ықыласына қара деген. Қарын тамаққа тоймаса да қабаққа тояды. Берген асының қуаты кешке дейін жетпейді, бірақ көрсеткен ықыласы мәңгі бақи естен кетпейді деген, деді. Сүлеймен де әскері де шегірткенің артқы аяғына тойып қалды. Құмырсқа ініне кіріп 2-3 арпа дәнін алып шықты. Сүлеймен: мұны не қыласың? Деп сұрады. Енді аттарыңды жемдеймін. Сенің алдында даңқы жер жарған Сүлеймен деген патша өткен. Соның қапшығы жыртылып, арпасы шашылған. Бұл жарықтық сол патшаның көзі. Мұнымен саған дейін 10 Сүлейменнің атын жайлап едік, деді. Менен де өзге Сүлеймен деген патша болған ба? Деп сұрады. Әй Сүлеймен, Құдайдың сенен басқа Сүлеймен жоқ деймісің? Құдай қаласа сендей Сүлейменнің мыңдағанын жаратады. Дүниені жалпағынан басқан жалғыз менмін деп мақтанба, деді. Сүлеймен сөзден жеңілді. Сүлейменді ұйқы жеңіп, көзі ілініп кеткенде Мәзере Құмырсқа: әй Сүлеймен, сен ұйықтап қалдың ба? Деді. Иә, мойныңда зіл батпа міндетің бар. Қалайша алаңсыз ұйықтайсың? Мен де бір елдің патшасымын. Бүкіл жұртымның тағдыры мен тіршілігі мені уайымсыз отырғызбайды. Елімнің қам қарекетін түгендемей төсекте тыныш жата алмаймын. Қол астымдағы халықтың ауру сұрқауы болса, сауығына жағдай жасаймын. Аш-жалаңаш болса, ас ауқатына қарасам, әрбір құмырсқаның қайғысына да, қуанышына да ортақтасуға тырысам, деді. Сүлеймен содан бастап, халқы тыныш болмаса, өзі де тыным таппай күй кешіпті. Ертеңіне Сүлеймен жолға шығайын деп жатқанда Мәзере Құмырсқа: Сүлеймен, бір қолқам бар, деді. 2 құлағым сенде, деді. Бұдан былай әскерің қызыл жала ұстап жүрсін. Қызыл түсті көргенде әскерінің аяғында тапталып қалмас үшін біз жол беріп қашайық, деді. Сүлеймен: дегенің болсын, деп Құмырсқамен қоштасады. Содан бері Сүлейменнің әскері қызыл жалау ұстап жүретін болыпты. Құмырсқалар да әлге дейін қызыл жалау көрсе індеріне қашады екен. Бірде Сүлеймен: әй Құмырсқа, осы сендердің түрлерің, түстерің бірдей, бір-біріңді қалай айырасыңдар? Деп сұрады. Құмырсқа: Алла 6000 түрлі хайуан жаратты. Оның 2000-ы қырда жүрсе, 4000-ы суда мекендейді. Құдіретті Құдай адам ұрпағының келбетін сан алуан етіп жаратқанда біздерге жеке дара өң таппады дейсің бе? Менің де құлағы шұнақ, мұрны қоңқақ, көзі қылый күзетшім бар, депті. Сүлейменнің күзетшісінің құлағы шұнақ,
көзі қыл екен. Сүлеймен сөзден жеңілді. Сүлеймен тағы бірде құмырсқаға: сенің әскерің көп пе, менің әскерім көп пе? Менің 6000 әскерім адамнан, 6000 әскерім жыннан, 6000 әскерім періден тұрады деп мақтанды. Құмырсқа: әлбетте, сенің әскерің көп. Дастархан басында сенің бір нөкерінің аузынан түскен нан қиқымы менің 15 құмырсқама азық болады. Олардың ризығынан біз несібемізді айырамыз деді. Сүлеймен сөз төркінін түсінді. Ендеше неге сен де мен сияқты күллі әлемге патша болуға ұмтылмайсың деді. Құмырсқа: ұлық Алла маған патшалыққа жердің астын берді. Жер бетінде мекендегесін барлық патша, батыр, бай, бағлан, ел ағасы мен өнерпаз, ойшыл, білгіш, ғұламасының барар жері көр. Менің патшалығыма түскесін олардан өткен мүсәпір болмайды деді. Сенің жасың қаншада? Қайсымыз үлкенбіз деп сұрады. Кеше Нұх пайғамбардың кемесіне азықтасып, оның батасын алдым. Пайғамбардың сарқытын іштім. Бүгін сенің дастарханыңда отырмын. Ертең кіммен табақтас боларымды бір Құдай өзі біледі депті. Сүлеймен мәзіре құмырсқадан: әй құмырсқа, басың неге дәу деп сұрады. Көп ойланам деп жауап береді құмырсқа. Құйрығың неге үлкен? Өзімнен 7 есе ауыр затты көтерем, қайратым мол. Білегің неге жіңішке? Қанағатшылмын. Бір жылда қанша азық жейсің? Бір жылда бидайдың бір дәнін таусам. Ендеше көрейін сенің қанағатшылдығыңды деп Сүлеймен оны бір ыдысқа қамайды. Ішіне бір ғана дән тастайды. Бір жылдан соң қараса бидайдың жартысы ғана желінген. Сүлеймен: әй құмырсқа, сен маған бір жылда бір бидай жейм дегенсің. Неге жартысын алдырдың деді. Құмырсқа: әдетте менің ризығымды Алла береді. Ол бізді ешқашан ұмытпайды. Аллаға тәуекел етіп, артық азық сақтамаймыз. Бұл жолы азығымды сен бердің. Сен Алла емессің ғой, ұмытып кетуің мүмкін. Сондықтан сақтық қылып, жартысына алып қалдым деді. Сүлеймен оның қанағатына риза болды. Өлместің суы. Сүлеймен патша өлместің суын алдырып ішкісі келді. Ол күллі мақұлықты жинап: мен өлместің суын алдырдым. Ақыл қосыңдар, ішкен соң өкініп жүрмеймін бе деп сұрады. Барлық мақұлық: сіз ішпегенде кім ішеді? Сіздей әділ патша мәңгі жасаса жарасады деп жамырасты. Патша жан-жағына қараса, кеңеске мәзіре құмырсқа келмепті. Ол құмырсқаға сауысқанды жұмсады. Ол келмеді. Екінші ретте алып кел деп қашырды жұмсады. Тағы да келмеді. Үшінші жолы ит барғанда бірге ілесіп келді. Сүлеймен қаһарланып: әмірімді неге шеттің деді құмырсқаға. Өлімді ойлап ақиретке дайындық үстіндедім. Әміріңізді естімей қалдым деді. Сауысқан айтпады ма? Сауысқан Закарияны залымдарға ұстап берген. Сол үшін оған сенбедім. Қашырды неге тыңдамадың? Ол Ыбырайымды отқа жаққанда жау жағына өтіп кеткен. Оған да сенбедім. Ал ит әлімсақтан адамның досы, айнымас серігі, оған сендім деді. Сүлеймен құмырсқаның тапқырлығына риза болды. Оған өлместің суын көрсетіп: мынаған не айтасың деді. Тілімді алсаң ішпе. Неге? Менің мәңгі жасайтынымды қызғанасың ба? Бәрі іш деп жатыр. Қызғаныштан Алла сақтасын. Алланың бергенін сайтан қызғанады. Бірақ мынаны ескергейсің: мәңгілік Аллаға жарасқан. Алламен таласу пендеге қол емес. Ажал момынқұлды Аллаға жалғайтын алтын көпір деген. Жүрегі таза пендесі Алламен кездесуге ынтық болар. Әр дәуірдің өз халқы, өз патшасы болады. Заманы бөлек ұрпақпен әңгімеңіз жараспас. Қатарынан қалған соң қадірін қашады деді. Сүлеймен судан бас тартып, ыдыстағы суды шашып жіберді. Өлместің суы шыршалар мен аршаларға шашырады. Олар осыдан бастап мәңгі жасыл ағашқа айналды. Құстардың тұмсығы неге тесік? Сүлеймен патшаның Зухра атты сұлу әйел болыпты. Бір күні әйелі Сүлейменге: мені сүйсең құстың сүйегінен үлкен сарай соғып бер, сол сарайды тұрғым келеді деп назданды. Нақ сүйерінің көңілін қимаған патша күллі құс біткенді ордасына жинады. Құстар аяқтарынан түс алып, тұмсықтары тесіліп, сымға тізілген соң: түс көрдім, түсімде ғажап сарай көрдім. Досым Жебірейіл, құс сүйек деген сарай осы, кілең құс сүйегінен салынған деді. Сол сарайға аңсарым әбден ауды. Сендердің сүйектерінен сондай сарай тұрғызсам деген арманым бар деді. Құс біткен басын иіп: патшайым, сіздің әжетіңізге жараса жанымызды алыңыз, сарайыңызды салыңыз. Біздің сүйек сіздің жолыңызда садақа деді.
Сол кезде бөдені бұтпылдап: «Арамызда байғыз жоқ» деді. Қараса байғыз келмепті. Қаршыға: «Байғызды дәрігерге жеткіз» деп патша қаһарланды. Қаршыға байғызды алып келді. Патша оған: «Шақырғанда неге келмейсің?» деп ақырды. Байғыз басын шайқап: «Тақсыр, ой үстінде әміріңізді естімей қалдым» деп жауап берді. «Патшаның әмірінен күшті қандай ой? Дүниеде жазық көп пе, төбе көп пе? Соны санап ойланып отырған едім» деді байғыз. Сүлеймен: «Әрине жазық көп. Сол да сұрақ болып па?» деді. «Жоқ, патшам, мен санасам дүниеде төбе көп екен». «Қалайша төбе көп?» «Тақсыр, мен өлген адамның моласын қосып санадым. Әрбір адам өлген соң бір төбеге айналады екен» деді. Сүлеймен сөзден тосылып: «Тағы не санадың?» деді. «Дүниеде тірі көп пе, өлі көп пе?» «Соны да санадым, тақсыр» деді байғыз. Сүлеймен: «Әрине тірі көп» деді. «Жоқ, тақсыр, қанша санасам да өлген тірінің санаспады». «Қалайша?» «Мен күн шыққанша ұйықтайтын адамдарды да өліге қостым» деді. Сүлеймен тағы да сөзден тосылды. «Тағы нең бар санаған?» деді. «Дүниеде еркек көп пе, әйел көп пе?» «Соны да санадым» деді. «Я, кімдер көп екен?» деді патша жалт қарап. «Әйел көп» деді. «Қалайша?» «Әйелінің тілін алатын еркектерді де мен әйел санатына қостым» деді. Сөз төркінін түсінген патша қателігін түсініп құстарды босатты. Құстардың аяғындағы тұсауын шешіп жатқанда тірі қалғанына қуанған торғай мен ұзақ тағатсызданып ұшып кетеді. Аяғына байланған тұсауы толық шешілмегенсін олар әлі күнге дейін секеңдеп жүреді екен. Құстарды сымға тізгесін олардың тұмсығында тесіктер қалыпты. Байғыздың тұмсығы сымға тізілмегесін бітеу қалпында кетіпті. Есек пен өгіздің хикаясы. Бір кісі Сүлейменге келіп: «Жануардың тілін үйрет» деп өтінеді. Сүлеймен: «Оны қайтесің? Басыңа бәле шақырады, одан да үйіңе береке кіргізіп, шаңырағыңа шаттық ұялататын рухани ілім үйрен» деді. Келген адам өзеуреп отырып алды. Болмағасын Сүлеймен: «Үйретем, бірақ жан баласына жан ашпайсың. Ашсаң, ажалың жетеді» деді. «Келістім» деді ол. Жан жануардың тілін үйретіп, үйіне келсе, есегі мен өгізі сөйлесіп отыр. Тыңдаса, есек өгізге: «Достым, халің нешік?» деді. «Сұрама досым, жұмыстан өлуге айналдым. Бір ақыл айтайын, ертең жем берсе жеме, су берсе ішпе, сүйресе тұрма, зорыққан екен деп жұмыстан босатады» деді. Өгіз есектің тілін алып ертесіне жатып алды. Егесі өгіздің орнына есекті 3 күн аямай жұмысқа жекті. Есек әбден қалжырап үйге келсе, өгіз рахаттанып жатыр екен. Есек көзіне жас алып өтірік жылады. Өгіз: «Әй достым, неге жылайсың?» деп сұрады. Есек: «Өгіз, сені қимай тұрмын. Егеміз ертең өгіз жұмысқа жарамаса, оны сойып, етін садақа етіп таратамын» деді. «Соны уайымдап қалдым» деп жауап берді. Өгіз мұны естіп шошып кетті. Жалма-жан атып тұрып жем шөпті жеп қойды. Ертесіне жұмысқа қайта жегілді. Бір күні шай басында есек пен өгіздің әңгімесі есіне түсіп, егесі мырс етіп күліп жіберді. Әйелі: «Неге күлдің?» деді. Ері айта алмайды, айтса өледі. Әйелі қитығып қалды. Сол күннен бастап күйеуіне қырсығып, бүк түсіп, теріс қарап жатып алды. Күндіз күйеуіне шайда бермеді. Туыстары келсе қабақ шытып, қонақ келсе күңкілдеді. Отбасының берекесі кетті. Күйеуі: «Бүйтіп қор болғанша айтып өлген жақсы» деп ойлады. Далаға шықса, иті қоразға қарап үріп тұр екен. «Әй қораз, несіне мәзсің? Егеміз өлейін деп жатыр. Ол өлсе күніміз қараң. Байын бездірген қатын малын бездірмей ме?» деді. Қораз: «Сауап, оған сол керек. Пайғамбардан өзіне қатысы жоқ ілім үйренгенше, қатын бала шағасын жөнге салатын білім үйренбей ме? Сонда бақытты болар еді. Енді бір әйелге әлі келмей абыройсыз өлетін болды» деді. Қоразың сөзін естіп, егесі есеңгіріп қалды. Қателігін түсініп, пайғамбарға қайта барып, отбасы тәрбиесін үйреніпті. Сүлейменнің жүзік жоғалтуы. Сүлеймен патша болып отырғанда күніне бір рет алдына күллі мақұлық қол қусырып келіп, тағзым етіп кетеді екен. Олардың мақтау марапаты, сый сияпаты патшаның көңілін өсіріпті. Патша мақтау сөздерді естігенде, «Менен құдіретті адам бар ма екен?» деп ойлайды екен. Бір күні Сүлеймен өзеннің жағасында қолын жуып жатқанда жүзігін түсіріп алады. Бір балықты шақырып: «Әй балық, жүзігімді алып бер» деді. Балық шолп етіп суға түсіп, жүзікті тауып алады. Сол сәтте ұлық Алла балыққа: «Жүзігін берме» деп әмір етеді. Балық әмірге бағынып, жүзікті жұтып қояды.
Сүлеймен әрі күтіп, бері күтіп сарысылады. Балық келмегесін сарайына қайтады. Қапасының аузына келсе, күзетшілер есігін ашпайды. «Әй, мен әлемнің әміршісі Сүлейменмін, аш есікті» деді. Күзетші ашпады. Күзеттің басшысы Ақиқ деген дию екен. Ол патшаның қасына келіп: «Әй Сүлеймен, сен бізді өзің емес жүзігіңе бағындырдың. Жүзіксіз еш билігің жоқ» деп оны кіргізбей жіберді. Сүлеймен басы ауған жаққа қарай жүре берді. Қарны ашып, қаталап шөлдейді. Арып ашып, қайыршыға айналады. Қай үйге бас сұқса да ешкім оған бір үзім нан бермейді. Сол кезде Сүлеймен өзінің баяғыда тақта отырып, асты таңдап жейтін астамшылығына өкінеді. Бір күні жолда келе жатқанда Сүлейменді бір топ маса талайды. Кезінде Сүлеймен халықтың қанын ішкен бір мыстан кемпірді өлтіріп, өрттен күлін суға шашқан еді. Оның күліне маса пайда болыпты. Масадан қашып Сүлеймен бір ағашты паналайды. Қарлыға жоған араша түсіп, масаларды қуады. Сүлейменге су тасып, шөлін қандырады. Қанатымен желпіп, самал жер тұрғызады. Бұл оқиғаны сыртынан байқап тұрған кемпір мен шал: «Бұл тегін адам емес екен, мұны үйімізге шақырайық» деп Сүлейменді үйіне әкеледі. Шал балық аулап кәсіп етеді екен. Сол күні бұрын соңды көрмеген үлкен балық ұстап алады. Балық аршу үшін Сүлейменді көмекке шақырады. Балықтың шек қарын тазалап отырып, Сүлеймен баяғы жоғалтқан жүзігін тауып алады. Жүзігін қолына таққанда барлық мақұлық алдына келіп, қол қусырып тұра қалыпты. Алла осылайша Сүлейменді сынап, қайтадан тағына отырғызады. Содан бастап ел ішінде жүзігі барда Сүлеймен, жүзігі жоқта сүмірейген деген сөз қалыпты. Сүлейменнің шайтандарды матауы. Бірде Сүлеймен пайғамбар Аллаға арыз қылып: «Уа Аллам, 18 000 ғаламның билігін бердің, енді шайтандардың билігін бер, барлығын бұғаулап қамап тастаймын» деді. «Әй Сүлеймен, олай болмайды, тіршілікте мән кетеді» деді Алла. Сүлеймен түсінбей дал болды. «Билігін берші, қамап көрейін» деп сұрап қоймады. Құдай тілегін берді. Сүлеймен шайтандарды байлап қамап тастады. Өз ісіне риза болып, көңілі марқайды. Бір кезде қарны ашып, қызметшісін шақырды. Ешкім келмеді. Күзетшіге айғайлап: «Кім бар?» деді. Жауап қатқан жан болмады. Іздеп шықса, сарайда өзінен басқа жан баласы қалмапты. Әрі айғайлап, бері айғайлап сыртқа шықты. Көшеде де тірі жан жоқ. Қарны ашып базарға барды. Барса қайнаған халық жоқ. Қымбат тауарлар иесі жатыр. Бір кезде мешіттің азанының дауысы естілді. Жүгіріп барса, барлық адам мешітке сыймай жатыр. Жартысы сыртында отыр. Ауыздарында кәлима, қолдарында тәспі. Сүлеймен таң қалып: «Уа жасаған, мына адамдарға не болған?» деп сұрады. Сонда Алла: «Әй Сүлеймен, сен шайтандарды бұғаулап тастадың. Олар болмаған соң жұрт маған бет қойды. Сайтанды бұғаулау менің қолымнан келмейді деймісің? Құлдарым шайтанмен күреспесе, олардың дәрежесін қалай анықтаймын? Адамның тіршілігі шайтанмен тіресіп, іс қылғанда мәнді болады» депті. Сүлеймен Алладан кешірім сұрап, шайтандарды босатыпты. Ит пен мысықтың хикаясы. Ертеде бір бай кісі Сүлеймен пайғамбарға келіп: «Маған жан-жануардың тілін үйретіңізші» деп өтініпті. Пайғамбар: «Саған онда кереметтің қажеті жоқ, өзіңе зиян болады» деді. Бірақ бай кетпей қиылып отырып алады. Байдың көңілін жыққысы келмеген пайғамбар жан-жануардың тілін үйретті. Ертесіне бай таңертең тұрып, итіне бір кесек ет лақтырады. Етті мысық қақшып алып, талға шығып кетеді. Ит әупілдеп үреді. Бай оларды түсініп тұрады. «Ит, еттен бөліс» деді. Мысық: «Сен бір күн шыда, байдың семіз көк қошқары бүгін арам өледі, соның етіне қарық боласың» деді. Бай ертесіне көк қошқарды сатып жіберді. Азанда бай тағы бір кесек ет лақтырды. Мысық оны да қағып түсті. Ит тағы сұрады: «Мысық, бір күн шыда, бүгін түнде байдың сиыры арам өледі, етке армансыз тоясың» деді. Бай сиырын сол заматта сатып жіберді. Ертесіне бай тағы да ет лақтырды. Мысық бұл жолда итке бұйыртпады. Ит ренжіп: «Кеше сиыр өледі деп едің, қожайын оны сатып жіберді, етімді бер» деп жалынды. Мысық оған: «Бүгін түнде байдың семіз биесі арам өледі, бір ай ет жейміз» деді. Бай кешке жеткізбей жылқында сатып жіберді. Ол ішінен: «Бұл бір рахат болды, апаттың алдын алдым, жануардың тілін білгенім қандай жақсы» деп ойлап масаттанды. Ертесіне етіне тағы да бір кесек ет лақтырды. Оқиға айна қатесіз қайталанды. Бірақ мысық бұл жолы: «Бүгін түнде бай өледі, 7-сі бар, 40-ы бар, 100-і бар, жыл 12 ай тоқ жүреміз» деді.
Мына сөзді естіген бай шошып кетті. Жалма-жан Сүлейменге жүгіріп барып болған жайды айтты. Патшекем, мына ажалдан құтқар деп жалынды. Сүлеймен, саған келген бәлені қойын қақты, оны сатып жібердің. Сосын сиырың ауысты, оны да сатып құтылдың. Үшінші жолы ажал биеге ауысты, оны да сатып құрттың. Енді бәле басыңа төнді. Алланың бұл ісінің алдында мен шарасызбын деді. Бай сол түні дүние салды. Содан бері ел арасында бәле әуелі малыңа келеді, малыңа келмесе басыңа келеді деген тағылым қалған екен. Сүлеймен мен тоты құс. Бір күні Сүлеймен ұшып қонып жүрген тоты құсты көрді. Ауылдың бар баласы қолына тор алып оны қуалап жүр екен. Сүлеймен тотыға: «Әй тоты, алысқа ұшып кет, торға түсіп қаласың» деді. Тоты: «Қанаты барды, қанаты жоқ қалай ұстайды? Балаларды мазақтап көңіл көтеріп жүрмін» деді. Ертесіне тоты торға түсіп қалыпты. Балалар оны ермек етіп ойнап жүр екен. Сүлеймен: «Тұтылып қалыпсың ғой» деді мысқылдап. Тоты: «Әй Сүлеймен, дүние алма кезек екен. Кеше далада, бүгін торда. Балалармен кеше мен ойнадым, енді олар мені ойыншық етіп ойнап отыр. Алла көзді байласа шара жоқ екен. Қонар кезде жан-жағым лапылдаған от болып көрінді. Тұзақтан басқа қонатын жерім қалмады. Солай бәлеге шатылдым. Мені сатып алып босатып жібер» деді. Сүлеймен: «Айтқан ақылды алмайтын астамшылға осы дауа. Көңілді асқақтататын ақымақ ақылды бар деп ойламайды» деген. «Кеше тал басында тым астамсып отыр едің, енді өзің босанып көр» деп тотыға қарайласпай кетуге айналды. Сонда тоты: «Сүлеймен, ұмыттың ба? Бір кезде сенің де көңілін тасыған. Алла көзіңді байлады, іблис жүзігіңді ұрлады. Сол кезде менің күйімді кешкенсің. Бірақ ұлық Алла сенен теріс айналып безген жоқ. Мейірім шапағатын етіп құтқарып алды. Тәубаң қабыл болып, тағың да бағың да қалпына келді. Құдайдан неге үлгі алмайсың» деді. Сүлеймен сөзден тосылды. Ол құсты балаларын сатып алып ұшырып жіберді. Кірпі мен қарғаның хикаясы. Сүлеймен патша кірпі мен қарғаға былай деп бұйрық қылды: «Сен қарға бар, бір түнде жер дүниені аралап бір жақсы сайрайтын түрі әппақ құстап. Бұл құсты үйдің бас жағындағы терезеге отырғыз. Таң атқанда бұл құс мені сайраған даусымен оятсын. Сен кірпі жердің жүзін тінтіп маған бір жұмсақ нәрсе тап. Бұл нәрсені әкеліп дәл менің жастығымның үстіне бетіме таяу қой. Құс сайрағанда оянып қапасқа қарай бергенде бетім бұл нәрсеге тисін» деді. Қарға дамыл таппай жер көкті шарлады. Құс біткеннің даусын естіп құлаққа жағымды бірін таппа. Тіпті бұлбұл мен сандуғаштың тамылжыған даусы да құлағына түрпідей тиіп, аққудың өзі әппақ болып көрінбеді. Таңға дейін еш нәрсе таппай дымы құрған қарға: «Таң атқан соң өлем, патша әмірін орындай алмадым. Барып балапандарымен қоштасып кетейін» деп ойлады. Ұясына келгенде аш балапандары алдынан шығып шиқылдап қарқылдай бастады. Бұлардың қарқылдағаны қарғаға сондай жақсы, нәзік көрінді. Қараса, өзінің балапандарынан әппақ құс жоқ екен. Қарға сорлы қуанып кетті. «Іздегенім үйімде екен» деп балапандарын Сүлейменнің сарайына әкеліп терезеге отырғызды. Кірпі де күні түні бойы дамыл таппай жер жүзін кезді. Жұмсақ нәрсе іздеді, іздесе де таба алмады. Бұл да шалдығып, шаршап, ініне қайтып келді. Анасын көріп, мұның да балалары алдынан шығып құшақтады. Кірпі де балаларын құшақтағанда денесі сондай жұмсақ сезілді. Жердің үстінде өзімнің балаларынан жұмсақ нәрсе жоқ екен деп кірпі балаларын Сүлейменнің жастығының үстіне әкеліп қойды. Таң атты. Қарғаның балалары Сүлейменнің сарайында қарқылдап, шиқылдап бастады. Сүлеймен бұл не деп терезеге қарай бергенде бетіне тікенектер қадалды. Қараса, терезеде қарғаның қап-қара балалары отыр. Жастығының үстінде кірпінің балалар жатыр. Патша қарға мен кірпіні шақырып: «Мен сендерге ең нәзік үнді әппақ құс пен жұмсақ аңды тауып әкеліңдер деп едім. Сендер не әкелгенсіңдер?» деп қаһарланды. Бұлардың басын кесуге бұйрық қылады. Жазалы болған кірпі мен қарға дат тақсыр деп Сүлейменге көрген білгенін баян етті. Сол кезде Сүлейменнің кеңесшісі Мәзире құмырсқа: «Ау патшам, әркімдікі өзіне балдан тәтті, оттан ыстық, күннен жарық һәм мамықтан жұмсақ деген. Қарғаның көзіне балапандары әппақ, нәзік үнді көрінген. Кірпіге балалары жұмсақ болып білінген. Бауыр еті баладан асқан тәтті зат жоқ. Қарға мен кірпіге сауға бер» деп қарға мен кірпіні босатып жіберді. Содан бері ел ішінде
Қарға баласын әппағым дер, кірпі баласын жұмсағым дер деген сөз қалыпты. Сүлеймен мен диқан. Сүлеймен патшаның заманында әлемдегі барлық хайуан, өсімдік, өзен, тау, тас, тіршіліктің зат атаулының бәрі Сүлейменге бағынған екен. Жан жануардың патшалары жыл сайын пайғамбарға келіп, есеп беріп, үлкен жиын құрады екен. Сол заманда бір диқан өмір сүріпті. Оның жыл сайын еккен егіні бітік шығып, әлемді қызықтырып, жанынан өткен жанды еріксіз өзіне тартады екен. Сүлеймен пайғамбарға келе жатқан құс патшалары егінді көріп, тамсанып, жиынға кешігіп келіпті. Неге кешіктің, деді патша ашуланып. Тақсыр, жолда бір диқаншы бар, егіні бітік шығып, соны тамашалап кешігіп қалдық, деді. Оның несін тамашалайсың, деді Сүлеймен. Диқан егін еккен кезде сіздей ұлық патшаның есімін аузына алмады, деді. Сүлеймен диқанды көрмек болды. Желге бұйырып, көзі ашып жұмғанша диқанның алдынан табылды. Байқап көрсе, диқан тіпті Сүлейменді елемей жұмысын жасай берді. Бұған патша ашуланып, бидай, жер, суға бұйрық берді. Әй бидай, сен ендігі жылы өнбе. Әй жер, сен қанша бидай сепсе де өндірме. Әй су, 40 кез төмен түс, деді. Егін шықпаған соң диқан өзі келіп дәрігеме бас ұрады деп ойлады. Диқан көктем шыға егін егуге кірісті. Себетін бидайды 7 күн судан шығармай бөктіріп, бір айдаған жерін шырмалай 7 рет айдап, 7 рет тырмалай бидайды септі. Біраз күн өткен соң егін былтырға қарағанда 10 есе бітік шықты. Ендігі суаратын кез келді. Суға келсе, су өз деңгейінен 40 кез төмен түсіп кеткен. Диқан өзенге шығыр орнатты. Оған 40 шелікті қатарына салып, шығырды айналдыра бастады. Мұндай күшке шыдай алмаған су аспанға шапшып, барлық аймаққа тарады. Суарылып суға қанған егін былтырғыдан 10 есе артық боп шықты. Мұны көрген соң Сүлеймен бидайды шақырып, сен неге менің бұйрығымды орындамадың? Саған шықпа дегенім қайда, деп сұрады. Тақсыр, мен орындамайын дедім бе? 7 күн суға салып тұншықтырып, есімді тандырды, деді. Әй жер, сен неге егін өндірдің, деп сұрады. Тақсыр, өндірмесіме қоймады ма? 7 рет жыртып, 7 рет тырмалап, әбден есімді тандырды. Су ішіп, қазір ғана есімді жинап тұрмын, деді жер. Әй су, мен саған 40 кез төмен түсіп кет дегенім қайда? Неге орындамадың, деді. Тақсыр, мен бұйрықты орындадым, 40 кез төмен түсіп те кеттім. Бірақ диқан қоймады, еріксіз аспанға шығарды, деді. Сүлеймен диқанның еңбекқорлығына риза болды. Өзінің жеңілгенін мойындап, еңбек қылған алсын деп отыра кетіпті. Жүйрік тұлпарлар. Сүлейменнің заманында 1000 қанатты пырақ өмір сүрген екен. Олардың пырағы пешті екен. Күнде бір мезгіл Кауан деген өзеннен келіп су ішеді екен. Пырақ аттар бір-бірінен өткен көз тоймайтын сұлу болыпты. Сүлеймен патшаның пештің пырағына аңсар ауып, қанша әуреленсе де қолына түсіре алмапты. Бір күні Сәмәнду деген дию Сүлейменге келіп, басыма азаттық берсең, аттарды құзырыңа жеткіземін, деді. Болсын тілегің, деді патша. Бір шартым бар, маған 1000 батпан жүн, 1000 күзе шығыр, 1000 дию бересің. Аттарды ұстап алып келем, деді. Сүлеймен келісті. Сәмәнду аттар су ішетін Кауан өзеніне құятын бұлақтарды жүнмен бітеп тастады. Өзендегі судың орнын шараппен толтырады. 1000 диюді жанындағы ну қамысқа жасырды. Бір кезде пырақ аттар келіп өзендегі суды іше бастайды. Олар шарапқа масайып, шалмай қалады. Сол кезде жасырынып тұрған диюлер тап береді де, бір-бір пырақ атты жетектеп алып кетеді. Сүлейменнің ордасына келгенде екінді уақыт екен. Патша намаз оқиын деп жатады. Аттардың дыбысын естігенде, аттарды тез көре салайын деп, көп уақыт кетпес, намазды келіп оқырмын дейді де, тұра жүгіреді. Қараса, аттар расымен сұлу екен. Бірінен бірі өтіп, көзін жауһарын алады. Сүлеймен әр аттың басынан тұяғына дейін қарап шығамын деп, уақыттың қалай өткенін білмей қалады. Бір кезде есін жинаса, арада 60 күн өтіп кетіпті. 60 күн ішінде қарамағындағы халық азып тозып, бет-бетімен кетіпті. Жын-пері диюлер есіріп елді қан қақсатып, бастарына зобалаң салыпты. Сүлеймен патша бұл сұмдықты көріп шошып кетеді. Есінен айырған аттарға ашуланып барлығын басын шабады. Сол кезде Асыбұлы Бархия деген уәзірі бір пырақты жасырып аман алып қалады. Кейін ол пырақ адамға бауыр басып жерге үйренеді. Асыл тұқымды жүйрік сәйгүліктер, тұлпарлар, қазанаттар пеш пырағының ұрпағы екен деседі. Сүлеймен мен Бәбісек.
Бірде Сүлеймен пайғамбар шатырын құрып құстармен мәжіліс бастайды. Олар кезектесіп Аллах тағаланың өзіне қандай қасиетті артқанын жарыса айтып жатады. Кезек Бәбісекке келді. Ол: «Уа патшам, менің бір артық қасиетім бар» деді. «Құлағым сенде, сөйле» деді Сүлеймен. «Мен көк жүзіне самғап ұшқан кезде 7 қабат жер астындағы суды көрем. Жер асты өзенінің қай қабатта, қай тараптан бастау алғанын да білем. Соған орай құдық қазуға қолайлы құтты мекенді қапысыз дәл табам. Әміршім, жорықтарда мені жаныңызға ертсеңіз еш өкінбейсіз, әскеріңіз судан тарықпайды» деді Бәбісек. Сүлеймен риза болып: «Әй көркем құсым, сусыз жапан далада, ми қайнайтын шөлдерде бізге серік бол. Пайдаңды тигізсең дұға тілектен кем болмайсың» деді. Мұны естіген қара қарға пайғамбардың берекетті дұғасын одан қызғанып: «Бұл бейшара жалған сөйлеп тұр. Егер осындай қасиеті болса, құрылған торға түсіп, тар қапаста қор болып отырмас еді ғой. Жердің астындағы суды көргенде, оның үстіндегі торды көрмейтіндей нендей әулие?» деп оны кекетеді. Қарғаның сөзі Сүлейменнің көңіліне күмән салып, жүрегін лезде суытып жібереді. Патша ашуланып: «Әй Бәбісек, сен неге жалған айттың? Өтірік айтқаның үшін қандай жаза тартатыныңды білесің бе?» деді қаһарланып. Бәбісек: «Сабыр, сабыр патшам. Шын мықтыны түсіне қарап емес, ісіне қарап айырады. Алладан әмір болған күні аспандағы жұлдыз да жерге түседі. Тағдыр туралап жеткен кезде ешкімнің қасиетінен титтей де пайда болмайды. Құрулы тұзақты көрмесем, ол да Алланың қалауы. Жаббардан әмір болғанда білім шет қалады, екі көзі шел басады, ай мен түн тұтылады, тау мен тас жерге жұтылады. Алланың осы қаһарынан әділ тұрып, шын сөйлейтін иманды ерлер ғана құтылады. Біз сол өтірік айтып тұтылатын емес, шын сөйлеп құтылатын бақытты тайпадан боламыз» деді. Сүлеймен айтарға уәж таппай жер шұқып отырып қалыпты. Сүлеймен мен жайын. Бір күні Сүлеймен Аллаға: «Уа жасаған, бір тілегім бар, орындайсың ба?» деді. «Айт құлым» деді Құдай. «Күллі мақлұқтың 3 күндік ас-ауқатын мен берейін, рұқсат етші» деді. «Рұқсат» деді Алла. Сүлеймен деу-перлерді жинап, таудан 3 қазан қазыңдар да, біріншісін жеміс жидекпен, екіншісін тағамдармен, үшіншісін сусындармен толтырыңдар деді. Далаға ұшы қиырсыз дастархан жайып, ішіп жемді үйіп төгеді. 1000 періні сол жағына, 1000 диюді оң жағына қызметке қояды. Сүлеймен жинаған тамағына қарап: «Мынадай аста-төк ауқат жан-жануар жәндік атаулыны 3 жылдай тойдыруға жетеді ғой» деп ойлады да: «Бәріне айтыңдар, ризықтарын менен келіп жесін» дейді. Айтып аузын жиғанша теңізден көк жайын шыға келді. Ол: «Менің тамағым қайсы?» деді. Сүлеймен: «Мына жерден қалағанша ішіп же» деді. Жайын 3 қазандағы асты жұтып салды. Дастарханда дым қалмады. Ол: «Тоймай қалдым, тағы бар ма?» деді. Пайғамбар сасып қалып: «Бару осы» деді. Сонда жайын: «Менің әлі әке-шешем, бауырларым бар, олар не жейді? Тамақ тауып бере алмасаң, Құдайдың ісіне араласып нең бар? Көтере алмайтын шоқпарды белге байлама деген. Сенің кесірінен бүгін аш қалдық» деді. Сүлеймен өзінің орынсыз тілегі үшін Алладан кешірім сұрап, тойымдықты тек Алла берсін деген екен. Су иесі Сүлеймен. Жынның башысы Самадүн Сүлейменге 1000 жүйрік тұлпар ұстап беріпті. Сүлеймен оның қызметіне риза болып: «Не сұрайсың?» деді. «Өзен көлді ежелде мекен етуші едік. Оны бізден тартып алып, оны адам ұрпағына бердің. Мекенімізді қайтар» деді. Сүлеймен: «Дегенің болсын, бірақ түнде пайдаланасың. Күндіз адам баласының игілігінде болады» деді. Содан жын жыбыр түнде өзен көлді аралап сайран ұрады екен. Бір күні бір жігіт үйінде ішерге суы болмай түнде өзенге барады. Барса, жындар су бермейді. Жігіт патшаның сарайына барып, болған жағдайды айтып береді. Сүлеймен жігітке бір дұға жазып береді де: «Суға барғанда мынаны оқы, Самадүннің есіне сал» деді. Жігіт суға барып дұғаны оқиды. Дұғасы мынадай екен: «Су иесі Сүлеймен, су алуға рұқсат ет». Оны естігенде Самадүн барлық жынға: «Бұл жердің шын егесі Сүлеймен патша, су беріңдер» деді. Содан бастап адамдар түнде суға келсе, су иесі Сүлеймен суға алуға рұқсат ет деп сұрайды екен. Бірде Самадүн Сүлейменге: «Уа Алланың елшісі, адамның Құдай бұйыртқан нығметі бар. Менің ұрпағыма азық тағамды Алладан сұрап бер» деді. Сүлеймен: «Адамдардың астына дейін қалған астың ұнтағы, қоқымы, сүйек саяқ сенің және ұрпағының азығы болсын» депті.
Содан бастап жын перілер астан кейін қалған ұнтақ пен сүйек сояқты азық етеді екен. Осыдан бастап халық арасында сүйек сояқты үйде сақтамай итке таста деген тыйым шығыпты. Көшпелі алтын. Сүлеймен пайғамбар дүниеден өткесін оның қазынасы қараусыз қалады. Асып ұлы Барқия есімді әулие мұны біліп, жерге көмгенге қара таста жарайды, жұмсағанға алтын жақсы деген. Бұл қазына пақыр міскін ғарып ғасырдың игіліне айналсын деп дұға етеді. Құдай дұғасын қабыл етіп, Сүлейменнің қазынасынан көшпелі алтынға айналдырып жібереді. Осыдан бастап Сүлейменнің қазынасы сынаптай сырғып, ен дала жапан күзде көшіп жүреді деседі. Оған кезіккендер: көшпелі алтынды даладан көрдім, ұстайын деп едім, ұстатпады деп аңыз қылып айтып жүреді екен. Оны білетін қариялар: алтынды қолмен ұстап алу мүмкін емес, ол алақаннан сусып, саусақтардың арасынан жылыстап ұстатпай кетеді. Бірақ алтын, күміс, інжу, гауһар қанмен келген дүние ғой. Оған кезіккен адам шынашағының қанын тамызсын. Қанмен келген дүние қанға ғана торықтайды. Көшпелі алтын сонда ғана қатып кесекке айналады екен деседі. Сүлеймен патшаның қазынасы өте мол болыпты. 7 қат жердің астын, 7 қабат таудың қойнауын толтырыпты. Патша сол қазынаны әупілдікке күзеттіріп қояды. Әупілдіктің тұрпаты жұдырықтай болғанмен даусы жер жаһанға жетеді екен. Оның үнінен сескеніп, қазынаға ешқандай ұры жоламапты. Кейін Сүлеймен өмірден өткесін жұрт әупілдікті ұмыт кетіп, сосын ол дүниеден баз кешіп, оңаша көлге барып жасырынады. Содан бері ол құс ешкімнің көзіне түспейді екен.